Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Оған ең бірінші етімізді осылай соломкалап, барлығын турап аламыз. Мінекей етімізді жұқалап турап болғаннан соң, тағы да керек тағамдарымызды осылайша келесі огурцымызды соломкалап турап аламыз, жұқалау етіп. Содан соң болгарский перецімізді да турап алатын боламыз. Менде мұнда бір түсті, жасыл түсті болып тұр. Сіздер әр түсті қолдансаңыз, фунчоза салатыңыз әдемірек болады. Мінекей болгарский перецімізді да турап аламыз. Содан соң майымызды шыжғырып қоямыз. Майымыз шыжғырылғаннан соң етімізді араластыра отырып қуырып аламыз. Мінекей әр 10-15 минут сайын етімізді араластырып отырамыз. Етіміз піскенге шейін қалған құрамдарын дайындап аламыз. Бізде қалған құрамы осылай сәбізімізді турап аламыз. Онда соломка етіп, осылай теркадан өткізіп алсаңыз болады. Осылайша етіміз жұмсара келген сәтте болгарский перецімізді саламыз, кішкене қуырып аламыз. Содан соң жаңағы сәбізімізді салатын боламыз. Қуырамыз, содан соң сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді де салып, оны да барлығын бірге қуырамыз. Осылайша етіміз әбден піскенше осы үшеуін мұқият араластырып отырып қуырып аламыз. Сәбізіңізді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қатты пісіріп жіберуге де болады, немесе қатарлақ етіп қалдыруыңызға болады. Ол өзіңіздің еркіңізде. Мінекей ендігі кезекте піскенін күтіп аузын жауып қоямыз. Келесі бізде дайын фунчозамызды осылай таза ыдысымызға салып, үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, кішкене бетін жапқанша су құямыз да, содан соң бетін жауып бұқтырып қоямыз. Сол кезде біздің фунчоза. Содан соң 20-25 минуттан кейін ашып қараймыз. Ашқаннан кейін фунчозамыз дайын болады. Оған өзіңіздің жаңағы қуырған құрамдарды қосып, және чим-чим деген өзінің соусы болады. Соны алып, барлығын араластырып, осылайша біздің дәмді салатымыз, фунчозамыз дайын болады.